сөйтіп информатикаға түсесің деген кезде тестті оқымай жатып қалғам үйде. Одан кейін келгеннен кейін тұрмысқа шықтық, одан кейін жұмыстың бәрі жайында қалды. Білім керек маған деген сияқты нәрселер қатты керек болған жоқ. Мысалы, мына дәл қазір менің алдымда тұрған бұйымдар менің көзіме бір қарапайым бір сатып ала салатын дүние сияқты көрініп тұр. Өзіміздің тұрғындар қызығады, сөйтіп қанша дейді бағасын айтсаң, өзім істеп аламын дейді. Ішімді ашытатын дүниенің бірі сол. Армысыз ағайын, бүгінгі тәлімгер жобасының кезекті шығарылымы тағы да басталды. Бүгінгі санымыздың қонағы өздеріңіз көріп отырғандай нағыз қолөнер мамандары, нағыз еңбек адамдары, әрі ұстазы мен шәкірті, белгілі кәсіпкер, киім дизайнері Мұсабекова Бибіхан Мұсақызы және де ол кісінің шәкірті Бердала Айбану Әбдіқадырқызы. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Жалпы Бибіхан ханым, осы кәсіп туралы енді сіз арнайы бір саланы меңгерген маман ретінде бұл кәсіпке қалай келдіңіз? Осы кәсіпке келу жолыңыз кішкентай кезіңізден бе, әлде бір біреуге баулу арқылы келдіңіз бе? Осы туралы бір өзіңіз туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Мен мектеп оқып жүрген кезде өзімнің Сапаркүл деген апайымыз болатын, еңбек сабағынан сабақ беретін. Сол кісі осы қазақтың ұлттық сырмақ деген, кесек-ап, аяқ-қап дегендерді тігіп үйреткен. Сол бастан қазақтың ұлттық өнерлерін тігіп соны үйренсін деген мақсатпен үйреткен. Сол кезде мен солдан қызығушылық басталған. Сөйтіп еңбек сабағынан тек мен ғана жұмыс жасап, сонымен мені сол апайымыз жақсы көріп сөйтетін тұғым, соның сабағынан қалмай жұмыс жасап жататын тұғымыз. Содан бастап ұнаттым деп ойлаймын өзім. Сөйтіп күндер өтте келе оқуды бітіреміз дағыны жаңағы неге барамыз? Оқу таңдаймыз енді үлкен оқуға түсетін кезде. Мен өзім әкем информатикаға түсіргісі келді. Сөйтіп информатикаға түсесің деген кезде тестті оқымай жатып қалғам үйде. Сөйттім дағын мені көріп әкем сосын мен киім дизайнға түсем деймін. Сосын кейін әкем мен сөйтіп жүргенімді көрді да жарайды деп, ол Түркістанда жоқ болды, ол Шымкентте болды киім дизайн. Сосын кейін сол заманда Түркістанда болмағаннан кейін ұзаққа жібергісі келмеген негізі. Сөйтіп жаңағы амал жоқ енді, жаңа мен ренжіп сөйтіп атқаннан кейін жіберді. Сол оқуға барып түсірді әкем. Оқытты, сол жақта киім дизайнды оқыдық Шымкентте. Осы НКТУ ғой, бірақ Шымкент бөлімі еді. Содан оқып, содан киім дизайн маманы алып. Қызығушылық ол баста өзіңізден болды, иә? Өзімізден, иә. Арман қуып, жаңағы арманы жетегінде. Мамамнан да бар, мамам да қызығатын, мамам да киім тігетін тұғын, суретке де қызығатын тұғын. Сөйтіп, сол мамамның несінен негізі. Папам математикаға жақын тұғын. Сол информатикаға жібергісі келген. Негізі мен математикадан да жақсымын да. Сөйтіп жүріп, өзім киім дизайнын таңдап кеттім. Содан кейін осы бітіріп келдім. Одан кейін келгеннен кейін тұрмысқа шықтық. Одан кейін жұмыстың бәрі жайында қалды. Сөйтеміз да тұрмысқа шыққаннан кейін өмірдің қиыншылығын көрдік. Сөйтіп мынандай, мен де жаңағы бәрі оқуға түсетін кезде киім дизайнер болам деп түседі оқуға. Сөйтеді тігінші болмайым деп. Негізі тігін мен дизайн екеуі маман, екі түрлі маман. Сөйтеміз дағыны киім дизайнды оқып алғаннан кейін тек дизайнер болам деген мақсатпен сурет салам. Суретші ғой негізі дизайнер. Суретші болам деп ойлаймыз. Сөйтіп жүргенімізде өмір өзі қиналып тұрды бізді, бала шағаны бағу қиын болды. Сонымен заказ алып тігу керек болды. Сонымен өзіміз тігінші болдық. Бірте-бірте кәсіп аяқ бастық дейсіз ғой. Кәсіпке айналды содан. Өте дұрыс. Енді қазір кәсіп аяқ бастық деп жатсыз, және де қазір өзіңіз білікті маман болғасын шығар шәкірт дайындап отырғаныңыз ал осы. Иә, шүкір Аллаға. Енді сіздің қазір келіп отырған шәкіртіңізден бір ауыз сөз естейік өзіңіз туралы. Айбану ханым, сөз өзіңізде. Мен мектеп кезінен келдім. Бибіхан апайға келмес алдын мен 1-2 жылдай суретке өте қатты қызықтым. Оны енді үйімде әкем қатты бағалады. Жай ғана суретші болғанымды қалаған жоқ әкем. Сол себепті ізденіп жүріп, мені осы қолөнер мектебіне Бибіхан апайға киім және дизайн үйірмесіне алып келді. Мен 7-ші класста келіп қатыстым. Ол жақта 4 жыл білім алдым. 4 жылдан кейін өзімнің жеке дайындаған дипломдық, яғни қорғаймыз арнайы как дипломный работа сияқты қылып, сондай жұмысымды дайындап, Бибіхан апайдың көмегімен, өзімнің 4 жыл бойы алған біліміммен, соны өз еңбегіммен қорғап шықтым. Бибіхан апайда ол кезде
риза болды. Одан кейін мен 9 класстан кейін колледжге түстім. Осы киім дизайны бойынша менің осы киім дизайнына өте қатты махаббатымды ашқан үлкен еңбегі бар кісі менің әкем, және де Бибіхан апай деп білемін. Әлі күнге дейін жанынан табыламын. Бибіхан апаймен бірге бірігіп жүріп 4 жыл бойы колледжде де оқып бітірдім. Колледжден қазір красный дипломды алдым. Қызыл диплом дейді ғой жалпы. Сөзіңізге тірек етіп, бірінші әкем дедіңіз, екінші Бибіхан апа дедіңіз. Әкеңіз сонда сізді осы іске баулады ма? Қызығушылығыңыз ашты ма? Баулағанда жоқ, мен өзімнің қызығушылығым болды, бірақ мен үшін әкем жүгіріп, еңбек етіп, жаңағыдай маған қажетті дүниелерді осы қолөнерден осы Бибіхан апайды тауып берген кісі ретінде мен әкемді сол себепті бірінші орынға қойып отырмын. Одан кейін Бибіхан апаймен танысқаннан кейін қатты бір Бибіхан апайдың білімінен кейін қатты андай білім керек маған деген сияқты нәрселер қатты керек болған жоқ. Өйткені Бибіхан апайдан үлкен бір білім алып кете алдым деп айта аламын. Сол себепті Бибіхан апай әрқашан шақырса келуге дайын. Жалпы енді бұл қыз баласына әрине бұл өнер өте бір керемет өнер деп бағалаймыз ғой. Жалпы бұл мысалы мына дәл қазір менің алдымда тұрған бұйымдар менің көзіме бір қарапайым бір сатып ала салатын дүние сияқты көрініп тұр. Әрине былай сыртқа бір көзбен қарасаң дайын бұйым сияқты. Алайда бұның бәрі бүйтіп қарасақ адамның қолынан шығатын бұйымдар бұлар. Енді осы бұйымның артында мысалы қаншама қиындық жатыр, оны әрине өз маманының, өз ісінің маманы болып қалған сіздер білмегенде, оны біз білмейміз мысалы. Ол себепті мысалы кейде қолдан жасалған бұйымдар мысалы өзімізде алып жатсақ бағасы қымбат екен деп қалып жатамыз. Мысалы соны неге осының артында қандай қиындығы тұрғаны, мысалы бір сәукеле істеуге қанша бұйым керек, қанша адамның еңбегі керек, қанша ұйқысыз түндер керек, сол туралы бір өзіңіз қыр-сырын айтып берсеңіз. Иә, дұрыс. Бұл жұмыс негізі біріншіден дизайнер болғаннан кейін адам өзінің ерекше бір нәрсе шығарғысы келеді. Дизайнмен көбінесе көп жерде дизайнмен тігіншіні бір деп ойлайды. Негізі дизайнер деген бір өзінің ойына, бір фантазиясына бір нәрсе шығарады да. Біз соны ойлап жүріп, әрең бір жұмысты жасап жүріп, айлап, жылдап жүріп шығарамыз енді. Сөйтіп шығарып, жарыққа шығарған кезде тігіншілер оны көреді да идеяны ұрлайды, көбейтеді негізі. Соны ойлайды біздің, тіге бермей ма, көбейтіп шығара бермей ма деп. Бізде ондай нәрсе жоқ, бізде жаңа ақын дей ма, сол сияқты. Бірақ нәрсені істейміз да, одан кейін болды, одан кейін басқа идея іздеп кетеміз да. Сондай жағымыз бар. Сосын кейін бұны жұмыс жасап жатқан кезде көбінесе жаңа сұраныс көп болған кезде қолымыз жүреді соған қарай. Оны жасаған кезде жаңа күн демейміз, түн демейміз, соны бітіргенше ұйықтамай жұмыс жасаған күндеріміз болған. 2-3 күн деп ұйықтамай жүрген кезіміз, арасында 2-ақ сағат ұйықтап, одан ертесіне қайттан тұрып алып, тігіс тіккен күндеріміздің бәрі өтті, артта қалды оның бәрі. Сондай қиын жұмыстары бар енді бұның. Мысалы дәл мынау сәукелені мысалы жасау үшін қанша уақыт жұмсайсыздар? Мысалға бұл сәукелені пішіп дайындауы оңай. Мен үшін оңай, тез-тез бітіремін. Ал бұл жерде бұның моншақтарын тігіп қолмен сол адам көзінің несін алады, жаңағы тігіп шығу уақыт алады. Кәдімгідей уақыт алады ол. Сол жерлері бар. Негізі бұл сәукеледегі оюлардың түрлілігіне қарай, кестелеуіне байланысты әртүрлі уақыттарға бөліне береді. Бұл сложный болған сайын көп уақытты талап етеді. Тіптен 6 айлап болуы мүмкін, немесе одан да көп болуы мүмкін. Біз бұл жерде әрбір моншақты жеке-жеке кестелеу арқылы тігетін боламыз. Сол себепті бұл 1 айда немесе 1,5 айда бітуі өте қиын дүниелердің бірі болады. Жалпы енді шәкіртсіз ұстаз тыл демекші, бұл өнерге келу үшін де бұл біршама еңбек. Әрине қазіргізде мынау шәкіртіңізді көріп отырмыз, шәкіртіңізде өзіңіз секілді, уже дағдыланып қалған секілді. Енді осы секілді сіз шәкірт тәрбиелеуді қай уақыттан бастап бастадыңыз? Сол туралы айтып өтсеңіз. Мен жаңа оқу бітіріп келіп, тұрмысқа шыққаннан кейін 10 жыл үйде отырғам. 10 жыл заказ тапсырыс тіккен. Одан кейін осы қолөнер мектебі алғаш рет 2014 жылы ашылды. Сол кезде сол жерге мамандар іздеді. Сол кезде сол жерге барып, мен осындай киім дизайнды бітірген едім. Маған осы саладан
бір штат ашып берсеңіз, мен осы киім дизайнды мектеп оқушыларына үйретер едім. Сосын кейін олар ертеңгі күні университетке барғанда дайын болатын еді деп, сөйтіп мен директорге ұсыныс жасадым. Сосын кейін жарайды деп, ол сол жерде кигіз жаңа тоқыма үйірмесі, керамика үйірмесі, ағаш үйірмесі болған. Соның ішінен киім және дизайн, жоқ, тігін және дизайн деп үйірме ашып берді өзіме. Сол бастан 2014-тен бастап мен сол жерде жұмыс жасап келедім. Ол жерде 2014-тен бастап осындай кішкентай 5-ші класстан жоғары қыздарды алдық оқуға. Келіп, мектептен кейін бізге келіп, үйірме ретінде келіп қатысады. Тегін оқыды бәрі. Сол жерде мен біраз оқушым бітірді. 2014-тен бері уже қанша оқушым бітіріп кетті. Ол жерде осы саламен кеткендер де бар, басқа мамамен кеткендер де бар. Соның ішінде өзімнің сіңілдерім де бар, жиендерім де бар, ішінде оқыған. Олар осы саламен оқығандары да бар. Бірінші бітіргеннен кейін Айбану бізде үшінші потокта бұл. Бұл да кішкентай қыз болып келген, көз алдында, кішкентай болып 5-ші классында, 7-ші класста келді, 7-ші классында келді. Бізде 4 жыл оқиды. 4 жылдан кейін қолдарына кәдімгі мемлекеттік куәлік беріледі. Соны бұл қыз менде 4 жыл оқып, қасымда жүріп, куәлігін алып, жаңағы суреттерді қалай салу керек, қалай тігу керек, бәрін үйреніп, жақсы қыз соны үйреніп шықты. Менде қазір шәкірт деген менен бітіріп, сол МКТУ-да киім дизайнда оқып жатқан қыздарым бар. Олардың бәрі хабарласып тұрады, араласып тұрады. Бәріміз бір группа ашып қойғанбыз, сол жерде отырады бәрі. Кейде жарыс бірден кейге барып жатсақ, ішіне салып тұрамыз, бір-бірімізге сөйтіп араласып тұрамыз. Ал енді қазір айтып жатсыз, қателеспесем, үйден ашқан шеберханаларыңыз бар, иә? Енді осы шеберхана маған қызығы, мысалы, сіз әрине ол жерде басшысы, сіз қадағалап жүресіз. Алайда мысалы сіз жоқта, мысалы шәкіртіңіз, сіздің кәдімгі сенімді қолыңыз десек те болады, оң қолыңыз. Айбану, осы сұрақты сізге қойсам, мысалы Бибіхан әпке жоқ болғанда, мысалы сіз өзіңіз шеберханада бір бастап арғырай істі арғырай алып кете бересіз ғой. Мысалы көбінесе жауапты қызметті тапсыра бересіз. Сол шеберхана ішіндегі бір қызметтерді саралап айтып берсеңіз. Бізде көбінесе бірігіп жұмыс жасаймыз. Қандай жағдай болса да, бірігіп ақылмен бір жұмысты бастар алдын ең алдымен Бибіхан апай шешеді. Ол қалай, қандай жолдармен жасалатынын, сол Бибіхан апайдың шешкен тәсілі бойынша бірінші өзіміз отырып, егжей-тегжейіне дейін Бибіхан апайдың өзінен қолынан үйреніп аламыз. Одан кейін Бибіхан апай жоқ кездері немесе жаңағыдай басқа жұмыстарына кеткен кездері өзіміз сол дүниені жалғастырып, тоқтамай жұмыс жасай береміз. Тіптен біз жұмыс жасап жатқанымызда тамақ ішу керектігін, шай ішу керектігін ұмытып кетеміз. Жаңағыдай ұйықтау керектігін де ұмытып кететін жағдайларымыз болады. И бізде демалыс немесе жұмыс уақыты деп бөлінбейді. Бізде шабыт бар ма, біз соны дальше жалғастырып істей береміз. Ал енді шәкірт тәрбиелеу үшін ең бірінші адамға шабыт керек, және де екінші оны дайындайтын бізде техника дейміз ғой. Әр саланың өзінің техникалары болады. Осы секілді сіздің де шеберханаңызда бір техникалардың түрлері, ол қалай алдыңыз, мемлекет тарапынан көмек болды ма, немесе өз қаражатыңызға алдыңыз ба, осы туралы айтып өтсеңіз. Мен жаңа айттым ғой, мемлекеттік қолөнер мектебі ашылды. Сол жерде мен бұл оқушыларды тәрбиеледім. Сол жерде кәдімгі оқушылардың үйреніп кететін жеңіл машиналары алынды. Мемлекеттік өзі сол мекемеден алынды. Сол арқылы үйренген бұлар бәрі. Қазір таңда өзім үйден цех ашып қойдым. Ол жерде кәдімгі тігін машинасы, кәдімгі фирменный тігін машиналары бар. Сол жерде тігеді. Жаңағы анаяқтан үйреніп болғаннан кейін да, ол өзіміздің қаражаттан болған нәрсе, үйде ашқанымыз. Сол жерде жұмыс жасаймыз, енді ол жерде тапсырыстар тігіп жатыр пока. Сосын көбінесе біз неге шығамыз? Көрмелерге шығамыз. Көрмелерге шақырып тұрады. Сол кезде осындай бас киімдер мен студенттер де келеді маған практикаға да, тәжірибе алмасуға келеді. Сол кезде осындай бас киімдерді үйретем. Сол жерде олар тігіп, өздерінің ойларымен тігіп жатады. Ойларымен құрастырып жатады. Бір ай дегенде, мен оларға бірінші парақпен карандаш ұстатамын. Сен не жасайсың, соны парақтың бетіне түсір.
және оның түсін қандай түс болады, соның бәрін бірінші салып ал, сосын кейін жасайсың. Сен өйткені дизайнерсің, болашақ дизайнерсің деп солай бастатам. Олар суретін салады, сосын кейін размерін өлшетеміз, одан кейін қай жерінен не істейді, қанша моншақ кетеді, бәрін есептеп, бәрін матасын, бәрін есептеп шығарып береміз. Сосын кейін барып олар сол материалдарын бәрін өздері қолдарымен көріп, базардан алып келіп, соның бәрін үйретуіміз керек те, келешекке, болашаққа өздері алып келеді. Тауып алып келеді, үкіні барып тауып кел, жаңа моншақтарын тауып кел деген сияқты барып алып келеді өздерін. Сөйтіп сол жерде бір ай бойы осы тақияларды тігіп шығарады. Ал енді осы керемет бір өнер туындылар ғой бұларда бір. Осыларды сіздер қанша уақытқа жұмсайсыздар, осыны бағалайтын, осыны алатын, өз-өзін ақтайды ма бұл нәрсе мысалы? Өздері мысалы бағасын қойғанда сіздер сол нәрсеге лайық қоясыздар ғой бағасын. Соны ойланбай келіп ала ма мысалы адамдар? Қолайлы ма адамдарға алуға? Мен мысалға көбінесе этноауыл деген жер бар, сол жерде отырамыз. Сол жерде көбінесе шет елден келген адамдар бағалайды. Өнерді қатты бағалайды дейсіз ғой ол кісілер. Олар, біздің өзіміздің тұрғындарға қарағанда шет елден келгендер қызығып, қатты қызығып солар алады көбінесе. Оларға қанша теңге десең де алып кете береді. Ал біздің өзіміздің нелер көріп қызығады, өзіміздің тұрғындар қызығады да, қанша дейді бағасын айтсаң, өзім істеп алам дейді. Бір қарағанда істеуге оңай сияқты көрінеді әрине, бірақ оның артында қаншама еңбек жатыр. Ал енді өзіңіз сияқты бір жас буын, жаңағыдай кәсіп бастаймын деген жас буын үшін әр кәсіптің өзінің қыр-сыры болады. Біз білмейтін бір құпиясы болады. Себебі біз бұл саланың маманы емеспіз, сіз бұл саланың маманысыз. Сіз осы салада қанша уақыт жүргендіктен бұл саланы меңгеріп, толық бір зерттеп, сіз артықшылықтарын, кемшілік тұстарын білесіз. Осындай кәсіп бастаймын деген жас буын үшін сіз қандай бір ерекше кеңес айтар едіңіз? Кәсіп бастау үшін мен ойым мынандай, бір нәрсені алып жұмыс жасау керек екен. Кейде біз мынандай жан-жаққа кетіп қаламыз. Сумка тіксем ба, шапан тіксем ба, мынаны тіксем ба деген сияқты кетіп қалған кезде шашырап кетеді адам. Бұл жерде тек бір затты алып, бір дүниені сол дүниемен айналысу керек. Мысалы, бас киім тіктім ба, тек бас киім тігіп солай айналысу керек. Ойды шашыратпау керек әр жаққа. Шашыратпау керек. Дұрыс айтасыз. Енді осы шәкіртіңізден сұрайын. Айбану ханым, енді сізде осы тұрғыда шәкірт тұрғысынан, сіз әлі жас буынсыз, жас, сізде кәсіпкерсіз Құдай қаласа болашақтағы. Енді сіз өзіңіз қатар жастарға қандай бір кеңес берер едіңіз, сіз жас ретінде? Яғни қазір бізде кәсіп бастаймын деп жүрген жастар көп осындай. Бірақ өзінің ойын білмейді, идеясын толық білмейді, соларға қандай ұсыныс айтар едіңіз сіз? Мен де осы апайымның сөзіне қосыламын. Жалпы білген жақсы, бірақ бір нәрсеге тоқтаған одан да жақсы деп айтар едім. Менің апайым өзі сәукелеге, осындай әйелдер киіміне қызығатын болса, менде керісінше. Мен көбінесе ерлер киімінде, ерлер костюмдерін тігемін да. Және де ерлердегі сүннет көйлектерін, сол секілді өздеріне тән бір өздеріне қатты қызық бір дүниені бастау керек. Адамда егер қызығушылық болмаса, ол кәсіпті әрімен қарай жалғастырып алу өте қиынға соғады. И оған деген шабыт өшеді, солай кәсібі құлдырайды. Ол кәсіп өшпей, сөнбеу үшін адамға шабыт керек, және де өзінің қызығушылығы арта түсетіндей дүние керек болады. Маған мысалы ерлердің ұлттық киімдері ұнайды. Мысалы, осы бір сұрақ қоя салайыншы. Ер мен әйелдің киімі, маған ердің киімі ұнайды деп жатсыз. Енді бір екеуінің ортасында қарап тұрсаң, бәрі бір киім сияқты, тегін бәрінде бір. Бірақ сізге ұнайтын ерлер киім тіккен ұнайды, ал ұстазыңызға керісінше сізге әйел киім тіккен ұнайды. Екеуінің айырмашылығы қандай сонда? Негізі әйелдер киімінде есепке алынатын нәрсе өте көп болады. Яғни ерлер мен әйелдердің фигура типтеріне қарай біз киім тігеміз. Ал фигура типтеріне келетін болсақ, өздеріңіз де білесіздер, қыздар 90-60-90 фигурасында болса, ерлерде көбінесе ондай болмайды. Бөксесімен белі бірдей болып келеді, немесе кеудесімен бірдей болып келеді деген секілді. Ол жағы есеп жағынан оңайырақ келеді. Дегенменен олардың да көп есептері болады. Ерлердің көбінесе мені қызықтыратын дүниесі, ерлерде ұлттық киім десе тек қана шапанды тігеді. Ішімді ашытатын дүниенің бірі сол. Қазақтар тек қана шапанмен жүрген жоқ. Мысалы ретінде алатын болсақ, алаш кезінде олар басқа жерде оқып келді, бірақ костюм киді. Бірақ олардың қандай костюм кигені, қандай нақышта болғанын ешкім білмейді. Ол
жабулы қазан жабулы күйінде қалды деген секілді нәрсе. Мен сол дүниені өте қатты қызыға зеріктеймін. Сол себепті маған ерлер киімі қызық. Ал әйелдер киіміне келетін болсақ, қазіргі таңда әйелдер киімін шығаратын дизайнерлер өте көп. Сол себепті де мен олармен бәсекелес болғым да келмеді, және де бір шетінен апайыммен де бәсекелес болғым келмеді. Сол себепті мен ерлер киіміне қатты қызығушылық танытамын. Жалпы Түркістан қаласы өздеріңіз білетіндей ерекше мәртебе алды. Бұл әрине сіздердің мамандықтарыңызға деген бір құрмет деп те білсек болады. Осы орайда енді өздеріңіздің бір ой пікірлеріңізді білдірсеңіздер. Иә, Аллаға шүкір, ерекше мәртебе алып жатыр. Соған орай бізде жаңағы қолөнершілер орталық салынып жатыр. Құда қаласа сол жерден бір орын шеберлерге беріліп жатыр. Құда қаласа енді соны сол жерге барып орналастырып, заттарымыздың бәрін ары қарай кәсіпті дамытсақ, ары қарай жүргізсек деген алда мақсат бар. Әлі идеямыз көп, ол жерге барып жұмыс жасайтын. Шынымен осы орынның бізге беріліп жатқанына өте қатты қуаныштымын. Мен ол орынның болғанын осы қолөнер мектебінде оқығалы армандап жүредім. Шынында естіген кезде өте қатты қуандым. Құдай қаласа, әртүрлі дизайндарды жаңағыда ерлер мен әйелдер дизайндарында бірігіп отырып шығарамыз деген ниетіміз бар. Құдай қаласа, сіздерге ұсынатын боламыз. Рахмет. Қадірлі көрермен, Тәлімгер подкастының кезекті шығарылымы өз мәресіне жетті. Біздің подкастымызға қонақ болып келген ұстаз мен шәкіртіне көптен көп алғыс айтамыз. Ендеше келесі бағдарламада кездескенше аман сау болыңыздар.